Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін менде қонақта 8 қырлы бір сырлы сүт бетіндегі қаймақ оқушым, эмпатия құндылығы өте жақсы дарыған, өзім сияқты деймін ба, эмоционалды жағынан өте жақынбыз. Сондай оқушыларымның бірі Жанерке. Жанерке, қош келдіңіз бүгінгі сұхбатқа. Өзіңіз таныстырып өтесіз бе? Менің есімім Жанерке, Алматы облысынан боламын. Физика математика пәнін таңдадым. Назарбаев университетіне түстім. Болашақ бұйыртса түлегі баламын, студентімін деп қойсаңыз болады. Мен Жанеркемен сұхбат жасаудағы мақсатым, себебі деймін бе, әрбір сабақ кезінде, сабақ біткеннен кейін Жанерке, ұстаз, бүгінгі сабақ үшін рахмет, маған ұнады, сізге рахмет деп сіз сондай сөздерді айтасыз. Ол шыны керек, мен шаршап қалам кейде сабақ барысында, немесе 4-ші пара болады, 3-ші пара болады деген, сол кезде шаршаймын. И сол кездегі осы сіздің сөзіңіз бір рахмет айту ғой, қарап тұрсаң, рахмет айтуыңыздың өзі маған кәдімгідей күш қуат беріп, сол сіз рахмет айтқаннан кейін үйге мен күшті көңіл күймен барамын. Әйтеуір хотя бы бір адамға бір рахмет айтып, рахметін айтқанына қарағанда пайдасын тиді ғой мына сабақ деген сияқты боламын да. Қызықты өткенін прям нақты айтып отырасыз да, бұл өте маңызды. Осыны сіз қалай айтсам болады, бұл және де эмпатия құндылығының бойыңызда дарығанын білдіреді. Өзім де мен эмпат адаммын, эмоционалды адаммын, сондықтан мен үшін осындай рахмет айту, сол кішкене нәрсені бағалаудың өзі мен үшін өте маңызды. Бұл сіздің бойыңызда бұрыннан бері бар ма, әлде сіз үйрендіңіз бе, және қалай рахмет айтасыз, қалай үйренуге болады етіп рахмет айтуды, түсіндіре алдым ба? Иә, сізге рахмет ұстаз. Осындай сұрақ қойғаныңызға, өйткені маған да маңызды болды да бір адамдардың оны байқағаны. Мысалы, мен рахмет айтқанымда менің басқа адамдарға жақсы сөз айтқым келгенін, жақсылық жасағым келгенін басқалар байқағаны өзіме тоже приятно. Сол үшін сізге рахмет. Негізі бұл сұрақ өте маңызды, өйткені осы өмірді жақсырақ өзгерту үшін бүкіл адамдарды өзгеру керек қой. Осы арқылы, надеюсь, адамдар кішкене өмірге осы мейірімді бола бастайды, басқа адамдарға мейірімді бола бастайды. Өзіңізден бастадыңыз ғой, иә, сонда? Солай айтуға болады. Менде бастапқыда негізі мақсат рахмет айту болған, себебі бұрынғы мектебімде, осы Айқанға келмес бар мектепте қаншама сабақтар өтті. Мен айттым, мен музыкальный мектепке қатыстым деп. Мен музыкальный мектепке қатыстым ғой. Сол кезде негізі менің қолымнан келмейтін заттар болған. Мысалы, жаңа фортепианода ойнаған жаңа произведение разбор жасаған кезде ұстаз болған көп ұрсатын. Содан кейін, сабақтан кейін өзімді бір кішкене кінәлі сезінетінмін де. Сондықтан оған енді кешіріңіз деп айта алмайсың ғой. Осы өмірде негізі кешірім сұрауға болмайды екен. Егер адамға бір жаман зат, жаман емес, мысалы ыңғайсыз жасасаңыз, онда ең алдымен рахмет айту керек та. Мысалы, сізді мазалағаным үшін кешірім сұрау емес, маған уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет деп айтасыз ғой сізде. Сол сияқты ол ұстазға да сабақ біткен сайын рахмет ұстаз деп айтатын болдым. Оны осы жаққа келгелі сақтауға тырысамын, себебі андай болады, кішкене басқа адамдардың көңіл күйін көтергім келеді да. Сол үшін тек қана рахмет емес, күнделікті өмірде адамдарға комплимент айту тоже әдетке қалыптастырғым келді. Мақсатыңызға жеттіңіз деп ойлаймын. Білмеймін, ол қазір менде әдет болып қалып қалды. Менің ойымша, ол сондай-ақ бұл осы сіздің жаңадағыда қалыптастыруыңыздың өзі, рахмет айтуыңыздың өзі басқа адамдардың да мейірімді болуына бір кішкене болсын үлес қосып жатырсыз деп ойлаймын. Мынандай зат бар, егер қалай айтсам болады, егер басқа адам сізге жақсы қарым-қатынаспен қарағанын қаласаңыз, онда өзіңіз басқа адамдарға жақсы қарым-қатынаспен қарап бастауыңыз керек. Мысалы, мен рахмет деп айтамын, бірақ мен әрине оны сіз маған жақсы зат айтуыңыз үшін жасамаймын ғой. Бірақ дегенмен, егер сіз оны байқап қалсаңыз, маған ол тоже приятно болады да. Сосын сабақ оқитын уақытында өте оқушыларға көп внимание бөлесіз да. Мысалы, сіздерге ыңғайлы бола ма былай істеген, таңдау бересіз оқушыларға, ол да жақсы да. Бүгін былай істейміз ба, әлде былай істейміз ба деген сияқты. Ол да жақсы деп ойлаймын. Соның арқасында мен кішкене еркін бола бастадым. Сосын сол айналаңа кішкене жақсылық, жылулық таратып. Иә, өте маңызды деп ойлаймын. Яғни оқушының мысалы сабақтан кейін рахмет айтуы шыны керек ұстаздар үшін өте маңызды. Қанша шаршап тұрсам да,
бір оқушы келіп сабағың жақсы шықсын, болады кейде көңіл күйің болмай біртүрлі шығып қалуы мүмкін, өзіңнің ойыңдағыдай шықпай қалуы мүмкін. Сол кезде де ұстаз рахмет дегеннің өзі мә деп қаласың да. Сондықтан егер оқушылар көріп отырсаңыздар, осындай дағды, жаңа дағды қалыптастырайық. Рахмет айту, өзіміздің алғысымызды білдіру арқылы біз не істейміз, өзіміздің мейірімімізді төге бастаймыз, жая бастаймыз деуге болады, иә. Сондай ақ бұны құрметті әріптестерім, иә, ұстаздар, егер сіздің алдыңызға оқушы келіп, ұстаз, сабақ үшін рахмет, сабақ қызықты өтті деп айтатын болса, онда сіздер де оны түсініп, кері байланыс берулеріңіз маңызды деп ойлаймын. Рахмет Жанерге деген сияқты, мысалы, рахмет айтқаныңызға рахмет деген сияқты сондай заттар өте маңызды деп ойлаймын. Себебі біз қазіргі таңда енді ұялы телефонның құрбаны болып жатқан адамымыз ғой. Эмоционалды интеллект дей ма, эмоционал байланыс өте маңызды адамдар үшін. Қазіргі таңда ол өте азайып бара жатыр. Бір ғана мысалы рахмет деп айтуының өзі қаншама жылулық энергияны береді деген үміттемін. Сол тағы айтарыңыз бар ма? Тағы қосқым айтып кеткім келген, негізі жақсы сөз айту адамдарға, басқа адамдарға бір приятно істегілеріңіз келсе, ешқандай ақшаның, ешқандай бір сыйлықтың керегі жоқ. Бізде бесплатный сөздер бар да. Күнделікті адамға егер адам жақсы киінді немесе жарасып тұр деп ойласаңыз, ойыңыздағыны айта салыңыз, жақсы зат болса. Рахмет, жай бір ыңғайсыздық тудырсаңыз кешірім сұрау, ол да жақсы зат негізі. Кішкене өмірде эгоист болу керек жерлер болады, бірақ негізі күнделікті өмірде өзің үшін ғана емес, өзгелердің де көңілін көтеру үшін тырысу керек, қажет сияқты. Сосын толықтай келісемін. Әсіресе осы шетелде осы қатты дамыған екен. Мен қазақстандық адамдарды білемін, шетелде тұратын, киім киіп алады, барлығы комплимент айтады. Айтады, мә, маған уже қаншама адам комплимент айтып тастады деген сияқты да, қалай күшті, приятно болып қалады екенсің деген сияқты ғой. Бұл да шетелде бұл қатты дамыған деп ойлаймын. Сосын мысалы сіз айтып отырсыз, ыңғайсыздық тудырғаным үшін кешірім сұраймын деп. Мысалы бізде бір жағдай болып қалды, бір сөзге келісу болып қалды, қасымда оқушым тұр, сосын алдымда Жанерке отыр, Жанерке мен қасымда оқушы сөзге келіп қалды, мен отырмын жерде, мен өзім ыңғайсыз сезініп жатырмын, менің ойым анандай болды, мен сіздерді ұрыстыруға себепші болып қалдым ба деген ой болды. Бірақ сіз сол ұрысып болғаннан кейін қандай не айттыңыз, ұстаз, сіздің көзіңізше ұрысқанымыз үшін, дауыс көтергенім үшін кешірім сұраймын дедіңіз да. Мен ана жерде мен өзімді кінәлі сезініп отыр едім ғой, мә деп. Сөйтіп сіз менің бүкіл ойымда сейілтіп жібердіңіз да, яғни мен кінәлі емес екенмін, өздеріңіз былай қалай айтсам, сөзге келіп қалдыңыздар деген сияқты. Және де сол сөзге келіп қалғандарыңыз үшін кешірім сұрағаныңыз прям мен үшін деп қалдым, мен шыны керек, мә ондай да бола ма дегенде өте күшті қабілеттердің, бір қасиеттердің бірі деп ойлаймын адамның, яғни көңілін қарап тұру, көңіліне қарау деген сияқты ғой. Бір не болмайық, қалай айтады, жадны болмайық, басқаларға да жақсылық таратып жүрейік. Эмоцияға жадны болмайық дейсіз ғой, иә. Жақсы сөздерге жадны болмайық. Жақсы сөзі жарым ырыс дейді ғой. Сол ырысымыз, жақсы жарым ырыстарымыз, жақсы ырыстарымыз көп болсын делік. Мейірімді бола білейік, және сол мейірімімізбен бөлісе берейік деймін ба. Және де алғысымызды шынайы білдіре берейік, және де соның жайылуына да басқаларға себепші бола берейік деймін ба. Осымен сұхбатымыз аяқталды, пайдалы болды деген ниеттемін. Рахмет Жанерке, келіп сұхбат бергеніңізге, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге, пайдалы болды деген ниеттемін. Фиксики ма? 1, 2, 3. Фиксики!